Оқушылар саламатсыздар ма? А деңгейдің 461-ші тапсырмасынан бастап орындайық, балалар. Ең бірінші 461-де бізде не деген? 20-дан 7, 12-ден 5-ті ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Ол үшін, балалар, номері 461 бірінші тапсырма. 7 мен және 5 пен 12. Сразу біз ортақ бөлім беріп кетейік, балалар. Екеуінің ортақ бөлімі бізде 60 болады. 60 20-ға да бөлінеді, 12-ге де бөлінеді. Одан кіші сан жоқ бізде. Сол себепті 60-ты 20-ға бөлсек неше болады? 3 болады. 60-ты 12-ге бөлсек 5 болады. Енді 7-ні 3-ті 7-ге көбейтсеңдер, сонда 21 бөлімі 60 болады. Ал екіншісінде 25 болады да көбейтсек, бөлімі 60 болады. Алымы 25 болады. Дәл осылай кете бересіздер. Енді келесі. Екіншісінде. Екіншісінде 24-те 11 және осылай. 24 пен 30-ға ең кіші ортақ еселік бізде 120 балалар. Бөлімге келтіретін болсақ, яғни 120-ны 4-ке бөлсек, біз неше шығады, балалар? Мына жерге 120-ны 4-ке бөлсек, 5-тен түседі. Ал 120-ны 30-ға бөлсек, бізден 4-тен түседі. Енді, мына жерде көбейтеміз. 55 болады, алымы бөлімі 120 болады. Ал мына жерде 4 болады, бөлімі 120 болады. Осылай кете береді. Енді үшінші есепті шығарамыз. Үшінші есепте, балалар, бізде 16-дан 3 және 12-ден 1 болып тұр. Екеуіне де ортақ бөлім бізде 48 болады, балалар. 48-ді 16-ға бөлсеңдер 3 болады. 48-ді 12-ге бөлсеңдер, бала 4 болады. Енді 3-ті 3-ге көбейтсеңдер 9 болады, бөлімі 48 болады. Екіншісіне бөлім алымы 4 болады, бөлімі 48 болады, балалар. Осылай қала береді. Келесі 4-ші есепке қараймыз. 4-ші есепте, балалар, 11-де 18 және 7-де 12 болып тұр. Екеуіне де ортақ бөлім бізде неше болады, балалар? 36 болады. 36-ны 18-ге бөлсек 2-ден түседі, ал 36-ны 12-ге бөлсек 3-тен түседі. Енді алымына да бөліміне де көбейтеміз 2-ні. Сонда 22-де 36 болады да, мына жері 21-де 36 болады. Енді келесі 5-ші есеп жазайық. 5-ші есеп жазатын болсақ, 12-ден 1 және 2-ден 9. Бұл жерде 12 мен 9-ға ортақ бөлім, балалар, бізде 36 болады. 36-ны 12-ге бөлсек 3 болады да, 36-ны 9-ға бөлсек 4 болады бізде. Енді көбейтеміз. Алымы 3, бөлімі 36, алымы 8, бөлімі 36 болып қалады. Осылай кете береді, балалар. Келесі, нешінші есеп қалды? 6-шы есеп қалды. 6-шы есепте, алымы 4, бөлімі 21 және 13-те 28, балалар. Екеуіне де ортақ бөлім бізде 84 болады, балалар. 84-ті 21-ге бөлсең 4-тен түседі, ал 84-ті 28-ге бөлсеңдер 3-тен түседі. Көбейтеміз. Алымы 16, 84 болады. Екіншісінде 39 болады да, бөлімі 84 болады. 7-ші есеп, балалар. 8-де 15-ден 8 және 12-ден 5 болады. Ортақ бөлім 15 пен неше? 12, 12-ге 60 болады бізде, балалар. Яғни 60-ты 15-ге бөлсеңдер 4 болады да, 60-ты 12-ге бөлсеңдер 5 болады. Сонда 32-де неше болады көбейтсек? 60. Мына жерде 25-те 12 болады. 8-ші есеп жазайын мына жерге. 30 бен 12-ге ең кіші ортақ бөлгіш табуымыз керек. Жазылайын берілген. Екеуіне ортақ бөлімізде 60 болады да, 60-ты 30-ға бөлсек 2 болады да, 60-ты 12-ге бөлсек 5 болады.
көбейтсек 14-те 60, 5-те 60 болады балар. Осылай шығарылады екен. Так, 4-те 62. Номері 4-те 62. Жұлдызшаның орнына тиісті санды қойып табыңдар деген, иә. Бізде берілген 2, 14 шыққанда бөлімі 21. Біз қандай бірдей санды көбейткен кезде 14 және 21 шығады. Сол сандарды табуымыз керек. 2-ге 7-ні көбейтсек 14 шығады, яғни 7 деген 21 7-ге бөлсек 3 болады. Енді бұл біріншісі. Екіншісін табу керек. 5-ге қандай бір 3 деген сан көбейткен кезде бізге 15 шығады. Дұрыс па? Енді қандай бір 3 деген сан көбейткен кезде бізге 21 шығу керек. Значит, бұл 7 деген сөз. 7 жердегі 3 21. Енді келесі, екіншісі. 4-ке қандай да бір санды көбейткен кезде бізде 52 шығу керек та. Бөлімі 65 шығу керек. Яғни бұл жерде бізде 13 деген сан балар. Яғни 13-ті 4-ке көбейтсең 52, 65-ті 13-ке бөлсең 5, яғни 5 көбейтілген 13 деген сөз. Екіншісі, так, 7-де қандай да бір санды 5-ке көбейткен кезде 35 шығады. Ал қандай да бір 65 деген санға 5-ті бөлсек бізде неше шығады? 13 шығады. Яғни 13-ті 5-ке көбейтсеңдер 65 шығады деген сөз. Енді келесі үшінші есеп. 2-ге қандай да бір санды 17-ге көбейтсеңдер 34 шығады ғой. Ал бөлімі 51 шығу үшін 51-ді 17-ге бөлсеңдер 3 шығады, яғни осылай шығады. Екіншісі 8 көбейтілген 3 24 қой бізде. Ал 51-ді қандай да бір санға бөлген кезде бізде неше шығу керек балалар? 8 шығу керек, яғни 17 деген сөз. Так, 17 көбейтілген 3 деген сөз. Осылай шығады.